Мен Қондыбай Абдылғафур Абзалұлы Алтын Сақа ертегісі. Бір күні бай болыпты, ол бір перзентке зар болыпты. Алладан жалынып, жалбарынып жүріп, бір перзенті болыпты. Бір күні бай жылқыларын бағып жүріп, бір өзеннен өткізе алмай жатады. Өзенге қараса, бір өкпе жүзіп жүр екен. Өкпені ұстап көрсе, суға батып кетіп, өліп қалады. Сонда біраздан соң өкпе мыстан кемпірге айналып, судан атып шығып, байдың жағасынан ұстап алып жібермей қояды. Сонда бай көзі алақандай болып, ат басындай алтын берейін, жіберші дейді, жібермепті. Бүкіл жылқыларымды берейін, қоя берші дейді, қоя бермепті. Енді немді берейін депті. Мыстан кемпір, жалғыз ұлыңды бер депті. Сонда бай не істерін білмей, жарайды, берем депті. Мыстан кемпір, қашан бересің оны депті. Ертең көшемін, сол уақытта баламның ең ұнайтын алтын сақасын жұртқа тастап кетемін. Сен соның жанында отыр дейді. Жарайды дейді. Ертесінде көшеді. Баласын ұмыттырып, жұртқа баласының ең ұнайтын алтын сақасын тастап кетеді. Баласы асық ойнайын десе, алтын сақасы жоқ екен. Ол жылайды. Әкесі неге жыладың десе, алтын сақам жоқ дейді. Мен оны кеше көшіп жүріп, ұмытып кетіппін. Барып алып келе ғой дейді. Бала, қай жылқыға мінейін дейді. Жылқышыдан сұрай дейді. Жылқышы, жүгенімді сылдырлат, қай сәт саған қараса соған мін дейді. Жүгенін сылдырлатса, бір қотыр ат қарапты. Жүгенін қойса қотырлар кетіпті. Өзі отырса тұлпар болыпты. Көзін ашып жұмғанша жұртқа жетеді. Алтын сақасын қараса, ағаштың түбінде жатыр екен. Оның жанында бір кемпір отыр екен. Барып, шеше, анау алтын сақамды алып беріп жіберші дейді. Сонда мыстан кемпір, отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын, өзің түсіп ал дейді. Сонда бала, жастығымнан түссем отыра алмаймын, отырсам тұра алмаймын дейді. Сөйтіп, жылқы алтын сақаның жанына отырады. Бала түспестен алтын сақаны алады. Жылқы тұра салып шабады. Мыстан кемпір тұрып, баланың артынан жүгіреді. Әрі бері жүгіреді. Жете алмағанын білген соң, бір тісін жұлып алып, лақтырып жібереді. Сонда жылқының бір аяғы ұшып кетеді. Жылқы үш аяқтап шала береді. Мыстан кемпір тағы бір тісін жұлып алып лақтырып жібергенде, жылқының тағы бір аяғы ұшып кетеді. Жылқы екі аяқтап жеткізбей шаба береді. Жылқы әлсірейді. Сонда бала жылқыдан секіріп түсіп, бәйтеректің үстіне мініп кетеді. Мыстан кемпір келіп, бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза береді. Кешке дейін қазады. Бір уақытта түлкі келіп, шеше, шаршаған шығарсыз, сіз демалып алыңыз, мен қаза тұрайын дейді. Сонда мыстан кемпір оған сеніп қалып, ұйқыға кіріседі. Ал түлкі болса, тісті суға лақтырып жіберіп, мыстан кемпірдің қазған жерін көміп, өзі қашып кетеді. Мыстан кемпір тұрса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Асуланып, тағы бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза береді.
бір уақытта тағы бір түлкі келіп: шеше, шаршаған шығарсыз, сіз демалып алыңыз, мен қаза тұрайын дейді. Сонда Мыстан кемпір: сен қазір менің тісімді алып қашып кетесің дейді. Сонда түлкі: ол байдың қызыл түлкісі, ал мен қырдың ақ түлкісімін. Оның әкесі одан алдында мені аң аулап жүріп қуатын еді. Сол үшін де одан менің кегім бар дейді. Мыстан кемпір түлкіге сеніп қалып, тісті түлкіге беріп, өзі ұйқыға кетеді. Түлкі тісті суға лақтырып жіберіп, Мыстан кемпірдің қазған жерін көміп өзі қашып кетеді. Мыстан кемпір тұрып қараса, түлкі де жоқ, тісі де жоқ. Алдадың-ау деп тағы бір тісін жұлып алып, бәйтеректің түбін қаза береді. Бәйтерек құлауға шақ қалады. Баланың төбесінен бір қарғалар өтеді. Бала: қарғалар, қанатымен жорғалар, осы мені бес төбетіме айтып барыңдаршы дейді. Сонда қарғалар қар етіп ұшып кетеді. Бір уақытта баланың басынан үйректер өтеді. Үйректерге де соны ескертеді. Үйректер үндемей ұшып кетеді. Бір уақытта баланың басынан қарлығаштар ұшып жүреді. Қарлығашқа жылап тұрып, соны ескертеді. Одан алдында бала қарлығаштың балаларына тиіспей, оларды өсіріп, ұшырып жіберген үшін қарлығаш пен бала дос екен. Сөйтіп, қарлығаш баланың айтқанын істеп, бес төбеттеріне айтып барады. Бес төбеті қарлығаштың айтқанын ести салып тұрып, қарлығаш айтқан жеріне барады. Сол уақытта бәйтерек те құлайды. Мыстан кемпірді ұстап алып, иттер талап тастайды. Бұтын-бұт, қолын қол қылып талап тастайды. Бала қуанып кетіп, иттеріне кезектесіп мініп, ауылына да жетеді. Әкесі мен анасы аман сау келгенін көріп, қатты қуанады. Сөйтіп үлкен той жасайды. Бірнеше күндер өткен соң Мыстан кемпірдің қызы бәйтеректің жанына келсе, анасының өліп жатқанын көріп, кім өлтіргенін білу үшін жерге қараса, иттердің ізін көреді. Иттердің ізімен жүрсе, жылқыларға кез болады. Жылқыларды көріп, ауыл жақын екенін біліп, тағы иттердің іздерінен жүреді. Сол уақытта иттердің жататын жерлеріне де келеді. Бес төбеті Мыстан кемпірдің қызын жабылса да, Мыстан кемпірдің қызын өлтіре алмайды. Ал бала оларды көріп, садағын алып, атып жібергенде, Мыстан кемпірдің қызының бір көзі ұшып түседі. Тағы атқанда Мыстан кемпірдің қызы өледі. Сөйтіп Мыстан кемпірдің аман сау құтылады.